Ыбырай Алтынсарин атындағы номер 10 мектеп лицейде екі бірдей сайлау учаскесі орналасқан, оның бірі номер 175 және де 262 сайлау учаскелері. Номер 175 сайлау учаскесінде 1441 сайлаушы тіркелетін болса, ал номер 262 сайлау учаскесінде 1211 сайлаушы тіркелген. Қазіргі таңда номер 175 сайлау учаскесінде дауыс берушілердің 30%-дан астамы дауыстарын берген болса, ал 262 сайлау учаскесінде небәрі 10% адамдар ғана дауыс берген. Айта кетейік, сайлау науқаны кешкі сағат 20:00-ге дейін жалғасатын болады. Сонымен қатар осы білім ордасында орналасқан саяси науқанда сенім білдірген сенімді өкілдермен қатар байқаушылар да осы саяси науқанды жіті бақылау үстінде. Барлығы бекітілген ереже бойынша сайлаушыны тіркеу, оның таңдау жасауына мүмкіндік беру қарастырылған. Көшпелі шәшікте өз кезегін күтіп тұрғандай бос. Дегенмен номер 175 сайлау учаскесінде үйден дауыс беруге бір адам ғана өтініш берген. 175 сайлау учаскесі таңғы сағат 7-ден бастап жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда жалпы сайлаушылардың 30% дауыс беріп үлгерді. Кешкі сағат 8-ге шейін дауыс беру әрі қарай жалғасатын болады. Мәселен, номер 262 сайлау учаскесінде өз таңдауын жасайтын ең жасы үлкені 86 жаста. Сонымен қатар мұнда 11 бақылаушы мен 4 сенімді өкіл бар. Осылайша елдің ертеңі үшін ерекше маңызы бар күнде барлығы өз таңдауларын жасау үстінде. Назгүл Қаштаева, Айдос Исаев, Сәуле Нұрпейісова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.